Бәріне сәлем. Сіздерді көргенім үшін өте қатты қуаныштымын. Маған қолдау білдіріп, маған жазылып, мені көріп жүргендеріңіз үшін үлкен рахмет. Бүгін мен сіздермен карта желания жасайтын боламын. Яғни 2022 жыл өмірімізде кетіп жатыр, 2023 жыл аяқ басып жатыр. Соған орай жаңа жылға арналған жаңа жоспар, яғни арман тақтасы қазақша айтқанда бірге жасайтын боламыз. Кеттік. Арман тақтасын, яғни карта желанияны жасау үшін бізге басты қажет нәрселер. Ол бізге міндетті түрде плакат қажет. Осындай үлкен. Одан кейін клей немесе скотч, одан кейін қайшы, және де ең бастысы біздің арман желаниясына, арман тақтасына ілетін біздің суреттеріміз қажет. Мен бұлардың барлығын алдын ала дайындап алдым. Осы приложение арқылы керекті суреттеріңізді тапсаңыздар болады. Ал енді мен сіздерге осылардың мағынасын түсіндіріп кетейін, қалай бұны жабыстырамыз, қай жерде нені жабыстыру керек, сол бойынша айтатын боламын. Карта желанияның негізінде 8 бөлігі бар, яғни 8 бөлікке бөліп қарастырамыз. Бірінші бөлік бұл бізде махаббат, яғни сіздің жолдасыңызбен немесе сүйіктіңізбен бір жылға қойған жоспарыңыз бойынша осы жерге жабыстыратын боламыз. Екінші бөлік бізде балалар. Егер де балаларыңыз жоқ болса, онда өзіңізді дамытушылық бойынша суреттер жабыстырсаңыз болады. Үшінші бөлік бар. Үшінші бөлік бізде саяхат. Яғни қай жерлерге саяхаттағыңыз келеді. Осы бойынша суреттерді жабыстырсаңыз болады. Төртінші бізде карьера. Яғни бір жылға құрған карьералық жоспарыңыз, өсуіңіз. Одан кейін бесінші бізде білім. Яғни осы бір жылда қандай білім аласыз. Алтыншы отбасы, семья, үй. Жетінші байлық. Қандай заттар алғыңыз келеді. Машина, iPhone 14 немесе наушники деген сияқты. Ал 8-ші ол атақ абырой, яғни қандай атақ абыройға ие болғыңыз келеді. Және де ортасында өзіміздің суретіміз тұрады. Ал енді бісміллә деп карта желаниямызды бастайық. Енді дайындасақ бірге, плакатты мен жайып қойдым. Қазір 8 бөлікке бөлетін боламыз плакатты. Менде сызғыш жоқ, сол үшін осылай плакатпен бөлемін. Ал енді бастасақ жабыстырып. Жаңа айтқанымдай, бұл бізде бірінші бөлік. Бұл жерге махаббат туралы жабыстырамыз. Екінші бөлік, үшінші бөлік, 4, 5, 6, 7, 8. Және де мына жерде өздеріңіздің суреттеріңіз тұрады. Енді бірінші бөліктен бастап жабыстырып бастайық. Бірінші бөлік махаббат. Махаббат бойынша қараңыздар, мен мындай суреттер қойдым. Әр суреттің өзіндік бір мағынасы болу керек. Мысалы, жолдасымен әртүрлі қалаларда қыдырайық. Өзіміздің үйімізде бірге уютты түрде тамақ жасайық, әлемді аралайық, жолдасымызбен бірге намазға келейік деген секілді ниетте осындай картинкалар жабыстырдым, картинкаларды құрастырдым. Енді осыны просто клейлеп менің махаббат бұрышыма ілетін боламын. Махаббат бөлігі жабыстырдық. Енді бізде екінші бөлік бұл балалар, немесе егер балаңыз жоқ болса, онда өзіңізге байланысты өзіңізді дамытушылық нәрселер істеңіз болады. Мысалы, фигурамның әдемі болуы, немесе жаңағыдай фитнеске бару, 45 килограмм болу, 50 килограмм болу деген сияқты суреттер жабыстырсаңыз болады. Алайда менің балам бар, сол үшін балам маған маңызды болғандықтан мен бұл жерде балама арнаймын. Менде мынандай картинкалар сізге көрсетейін. Яғни мен бұл жерде нелерді қойдым. Балам келесі жылы Құдай қаласа садикке барса екен, міндетті түрде, яғни көп балалармен араласса деген ниетпен осылай қойдым. Тілі шықсын, сөйлесін деген мағынада осыны қойдым. Одан кейін баламды жүзуге бергім келеді. Осыны суретін қойдым. Одан кейін папасы оны футболға бергісі келеді, өте қатты. Берсе келесі жылы бастамасын жасап беруді ниет етіп қойдым. Және де бұл біздің отбасылық суретіміз, яғни осылай бақытты болып жүре берейік деген ниетпен қойдым. Енді бұны да ілетін боламыз қазір. Үшінші бөлік бізде саяхат. Мен өзім өте қатты жақсы көретін бөлігім саяхат. Сізге көрсетейін. Мен бірінші Грузияны қойдым. Құдай қаласа қыста Грузияға барғым келіп жүр. Одан кейін Египет, одан кейін Индия, міндетті түрде Европаны араласақ, Мальдив аралдары және де Дубай. Осылайынан бөліктерге бөліп, сіздер немесе туларында қойсаңыз болады, немесе барғыңыз, көргіңіз келген жерді дәл сол жерге суретке түсіп, өмірде көруді армандасаңыз, сол суреттерді қойсаңыздар болады. Бұны біз үшінші бөлікке жабыстыратын боламыз. Төртінші бөлік бізде карьера. Мен өзім карьераны өте жақсы көремін. Сол үшін екі сурет істеп алдым, бірақ сыймайтын сияқты деп ойлаймын. Қазір көрсетейін сіздерге не қойғанымды. Менде карьераға байланысты міндетті түрде келесі жылы жақсы жерден офис жалдағым келеді. Әрине бірінші ақшалар көп болсын, одан кейін үлкен адамдардың алдына шығып
конференциялар өткізгім келеді. Мысалы танымалдық деген секілді барлық суретке түсіріп жатыр. И мысалы нағыз машинаның қасында осылай күшті болып тұр. Неге машина хочу. Одан кейін мысалы мына жерде Каспийдің счеты, көбінесе ақшаларды, долларларды қолда ұстап тұрған вариантта түсіру керек деп айтып жатады. Сондай визуализация жасадым, енді ұстап тұрған сияқты. Және де мынау көп заказдар, Каспийден маған көп заказ түссін деген ниетпен. Және де осындай иконкалар жақсы мағынада, яғни команданың көтерілуі, бірінші болу деген секілді осылай карьерный ростқа байланысты істедім. Сіздер де өзіңіздің мамандығыңызға немесе өзіңіздің ойыңызға байланысты жасасаңыздар болады. Қазір енді осыны жабыстыратын боламыз. Төртінші бөлікті полды жабыстырып шықтым. Осылайынан жаңа екінші суреттегілерді қиып мына жерге құрастырдым. Ал енді келесі бізде білім, яғни білімге нені жабыстырамыз? Құдай қаласа 2023 жылы қандай бағытта білімдер алғыңыз келеді? Мысалы бизнес бағытта, немесе английский тіл, немесе диплом алғыңыз келетін шығар. Қандай диплом ол? Красный диплом ба? Шетелге оқуға түскіңіз келетін шығар. Сондай бағыттағы суреттерді жабыстырасыздар. Мен мынандай суреттер жабыстырдым. Бірінші менде права, ол машинаның правасы, міндетті түрде алу керек. Каждый жыл сайын осы праваның суретін қоямын, почему-то орындалмай жүр, осы жылы лайым орындалсын. Одан кейін екінші бизнес обучениялар. Үшінші жаңағыдай, яғни психологический де, физический де барлық жағынан білім алу бойынша осындай сурет қойдым. Барлығына үлгеру бойынша, миым тыныш болу үшін. Үшінші, міндетті түрде ағылшынға қатысу. Одан кейін бесінші, личный бренд бойынша обучениялар. Одан кейін ментальный обучениялар, яғни ішкі тыныштықты құдай қаласа келесі жылы басты назарға алғым келіп жүр. Енді осыны жабыстыратын боламыз. Бұны бесінші бөлікке. Карта желаний ол қалай айтсам, сенсеңіздер орындалады. Құдайға сену керек бірінші. Одан кейін осы бағытта, яғни күнде көргендіктен ниет етіп, соған тілек тілеу керек деп ойлаймын. Ал енді бесінші мына жерге білімді жабыстырамыз. Осы бойынша сіздерге қызық информация айтайын. Мен универде оқып жүрген кезінде осы білім деген жерге красный диплом жабыстырғым келді. Бірақ мен интернеттен Казгудың красный дипломын таппадым. И сосын мен российский бір университеттің красный дипломы бар екен, просто сурет российский осылай диплом, красный деп жазылып тұрған, красный диплом, соның суретін просто қоя салдым. Ол бәрібір красный диплом ол Казгудан алайын деген ниетпен. Бірақ сенесіздер ме, мен универді бітіргеннен кейін каким-то образом Россияға оқуға түсіп кеттім, магистратураға. Менде вообще планда болған жоқ болатын. Мен солай Россиядан бірақ шықтым магистратура кезінде. Мен сол жақта оқыдым. Әлі аяқталған жоқ оқу. Бірақ сондай қызық жағдай болған осы оқуға байланысты. Сол үшін міндетті түрде Қазақстанда оқитын болсаңыздар, қазақстанский диплом немесе университетіңіздің дипломын солайдан ілген жақсы негізінде. Осылай. Одан кейін бізде 6-шы бөлім, ол бізде отбасы. Яғни отбасы дегенде қалай? Сіз мүмкін үй алғыңыз келеді шығар. Сіз үлкен отбасыңызбен барлықтарыңыз бірге демалғыларыңыз келетін шығар, шетелге барып та, соған байланысты жасасаңыздар болады. Сіздерге көрсетейін отбасыға байланысты не қойғанымды. Мен отбасыға бірінші үлкен семьямызды қойдым. Яғни біз негізі үлкен семьямыз. Қазіргі таңда барлығымыз ауызбіршілікте, жақсылықта өмір сүрейік деген ниетпен. Екінші, мына жерде кішкентай қыз бар. Бірақ осы сурет маған қатты ұнады. Бірақ бізде қазір бір ғана ұлымыз бар. Осылайынан әлемді саяхаттайық. Балаларымызға да оны көрсетейік деген ниетпен қойдым. Үшінші, мынау мен, жолдасым, мынау Мирасов, біз саяхаттап жүрміз, яқты мен деген ниетпен қойдым. Одан кейін Құдай қаласа келесі жылы үй алайық деген ниетпен осылай өте жарық, кең, теңіз жағасынан деген ниетпен үйдің де схемасын, суреттерін қойып қойдым. Сіздер де осылай қойсаңыздар болады. Ал енді осыны жабыстыратын боламыз. Негізінде карта желанияны асықпай түсіруге болады. Мына жерге свечалар қойып, бірақ біз мына жерде арендаға алып тұрмыз, кішкентай ғана уақытымыз бар. Сол үшін тез-тез түсіндіріп жатырмын сіздерге. Бірақ түсінікті болып жатыр деген ойдамын. Егер жасайтын болсаңыздар, көбінесе карта желаниялар орыс тілінде екен, сол үшін қазақ тілінде түсіргім келді. Неге отбасында жабыстырдық. Енді бізде 7-ші бөлік, бұл бізде байлық. Қандай заттар алғыңыз келеді? Мысалға, біреу машина алғысы келеді, біреу браслет алғысы келеді, алтын браслет, немесе біреу телефон алғысы келеді, iPhone 14 Pro Max,
немесе біреу наушник алғысы келеді, яғни қандай нәрсе алғыңыз келеді, өте қымбат, сондай нәрселерді қойсаңыз болады. Алғыңыз келіп жүрген заттарды. Міне менде міндетті түрде бұйырса келесі жылы машина алғым келеді, а то мен таксимен жүріп шаршадым. Одан кейін екінші iPad алсам деген ниетім бар. Одан кейін міндетті түрде үй, керемет кең үй болсын деп ойлаймын. Одан кейін төртінші керемет магазиндерден нормально покупка жасау. Одан кейін нағыз тоже маған ұнады. Яғни шетелдерге саяхаттап, ақшасы жеткілікті деңгейдегі адам болу. Және де міндетті түрде ақшалар. Ал енді осыны жабыстыратын боламыз. Негізінде байлыққа қымбат нәрселерді қорықпай жабыстыра берсеңіздер болады. Мен бұрында iPhone 11 деп жабыстырған болатын универ кезде. Ол кезде iPhone 11 кәдімгідей сотка болатын. Бірақ сол маған универ бітірген кезде каким-то образом подаркаға кейін болады. Сол үшін қорықпай жабыстыра беріңіздер. Байлықты жабыстырып болдым. Одан кейін бізде 8-ші пункт, бізде атақ абырой. Яғни слава деп атады орыста. Мінекей сізге көрсетейін не істегенімді. Мен осындай ленточка қиып жатқан қызды қойдым. Келесі жылы бұйырса кішкентай болса да өзімнің производствомды ашқым келеді. Яғни өзіміздің атымыздан шығатын белгілі бір товар, производство. Ол магазин немесе басқа болсын, бірақ өзіміздің жеке бренд ретінде шығатын товар. Одан кейін Инстаграмда 100 000 подписчик болған, өте қатты қалаймын, сол үшін маған Инстаграмға жазылыңыздар. Одан кейін үшінші, бұл жерде осындай не деп айтамыз, кубок дейміз ба, қалай деп айтамыз жан? Награда. Вот керемет бір награда алсам деген ниетпен. Одан кейін мына жерде нағызды барлық суретке түсіріп жатыр, популярность. Одан кейін интервью беру, міндетті түрде интервью берсем екен келесі жылы деген ниетпен. Одан кейін Forbesқа мынау адамдар шықпайды. Forbesқа шығу бұйырсын. Осындай ниетпен жабыстырдым. Енді осыны жабыстырамыз. Сіздер бұл жерге әртүрлі нәрселер жасаңыздар болады негізінде, жабыстырсаңыздар. Мен бұрын көбінесе нені жабыстыратынмын? Грин картаны ұтып алғанымды жабыстыратынмын. Бірақ мен грин карта ұтып алған жоқпын әлі. Сосын тағы не жабыстыратынмын? Мен көбінесе кубоктар жабыстыратынмын, бірақ ол кубоктарды алдым универ кезінде. Сол үшін сіздерге де кеңес беремін. Өзіңіз алғыңыз келіп жүрген медальдарды жабыстырсаңыз болады. Мысалға алтын медаль, немесе елбасы медалі деген секілді медальдарды осында жабыстырсаңыз болады. Немесе тиктокта 100 000 подписчик. Солай жабыстыра бересіздер. Барлығын жабыстырып болды. Махаббат, балалар, саяхат, карьера, білім, отбасы, байлық и атақ-даңқ. Ал енді ортасына не жабыстырамыз? Ортасына өзіміздің ең әдемі шыққан суретімізді жабыстырсақ болады. Менде өзімнің суреттерім өте аз екен. Неге екенін білмеймін, соңғы кезде суретке түспейтін болдым. Сол үшін ескі суретімді тауып алдым, бірақ маған бұл сурет өте қатты ұнайды. Енді осыны ортасына жабыстырып қоямыз. Мына жерлерге де өзімнің суреттерімді жабыстыруым керек. Бұйырса жабыстыратын боламын. Сіздер де өздеріңізге ұнайтын ең әдемі суреттеріңізді жабыстырып қойсаңыздар болады. Яғни өзіңізге ұнамайтын емес, ұнайтын көрген кезде. Вау, бұл мен ғой дейтіндей суреттеріңізді жабыстырыңыздар. Міне біздің карта желаниямыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай. Суреттің качествосы міндетті түрде жақсы болу керек. Яғни анық, көрген кезде адам түсінетіндей. Мысалы, мына жерде даже сөздеріне дейін көрініп тұр. Осылайынан барлық суреттер анық, качественный болу қажет. Бұлдырап қалған емес. Осылайынан әдемі қылып жасаймыз. Егер де видео ұнаса, астына комментарий қойып, лайк басып, маған подписка жасап кетіңіздер. Сіздерге үлкен рахмет. Сіздер де жасаңыздар, бұйырса бір жылдан кейін қайсысы орындалды, қайсысы орындалған жоқ, сол бойынша анализ жасайтын боламыз. Барлықтарыңызға менімен бірге болғандарыңыз үшін үлкен рахмет. Пока-пока.